Баяғда бір жас жігіт болыпты. Ол өмірден өзіне жар іздеп, талай жерді аралапты. Көп қыздармен танысып, бірақ ешқайсысы көңілінен шықпапты. Бір күні жолы болып, бұрын соңғы көрмеген сұлулық иесін кездестіреді. Қыздың түрі күндей жарқырап, сөзі балдай, жүріс-тұрысы ерекше еді. Жігіт оны бір көргеннен ұнатып, шын ғашық болып қалады. Бірақ қыз салмақты, пәкаппар еді. Жігіттің сезіміне сене қоймай, оны сынап көрмек болады. Бір күні қыз жігітке қарап тұрып, «Егер мені шын сүйсен, маған анаңның жүрегін алып кел», дейді. Жігіт бір сәтте не істерін білмей тосылып қалады. «Ол менің анам ғой», дейді әлсіз дауыспен. «Шын махаббат құрбандық талап етеді», деп қыз қысқа ғана жауап береді. Жігіт ұзақ ойланады. Бір жағында бала кезінен асырап, мәпелеп өсірген анасы, екінші жағында өмірінің махаббаты болар деп сенген сұлу қыз. Ақыры сезіміне мас болып, ессіз қадамға барады. Ол түнде үйіне барып, анасының жүрегін суырып алады. Жылап тұрып, анасына кешірім сұрайды. Сөйтіп, жігіт жүректі ала салып, сұлуға қарай шаба жөнеледі. Алайда жолда аты сүрініп кетіп, жігіт жерге құлайды. Сол кезде қолынан ұшып кеткен ана жүрегі жақын жердегі бұтаққа ілініп қалады. Сол жүрек кенет бүлкілдеп, әлсіз үнмен сөйлеп кетеді. «Айналайын балам, қатты құлаған жоқсың ба? Бір жерің ауырған жоқ па?» Жігіт бұл сөзді естігенде жан дүниесі күйреп түседі. Өзі өлтірген анасы сол сәтте де оны ойлап, оның амандығына алаңдап тұр екен. Жігіт жүрегі қан жылап, жатып алып өкіріп жылайды. Бірақ бәрі кешеді.